Amjad! Söyleyivermiş. Все, давай, дальше больше. Айба. Все, ехала ма. Ехала. Не сөзін білмеймін, қайдағы ехала. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен мен сіздермен көтеріңкі көңіл күйменен видеомды жалғастырам. Осы видео патриоттық тақырыпта. Елімізде YouTube желісі арқылы халқымыздың сауатын ашып, ынтымақ бірлігімізді нығайтып, пайдалы ақпарат сыйлайтын 3 каналдың ссылкасын видеом астына, яғни описанияда қалдырып кетем. Және олар туралы айта кетсек. Кеттік. Біріншісі тарих марих. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деп бекер айтылмасқа керек. Өткенін білмей, қазіргісі мен болашағын бағалау мүмкін емес. Сондықтан қоғамның дұрыс бағытта дамуы үшін тарихи сауаттылығы мен белсенділігі орасан зор. Мысалы, бәріміз 300 спартанцев дейміз. Бірақ сіздер білесіз бе, 1643 жылы Орбұлақ шайқасында 600 қазақ 50 мың жоңғарға қарсы тұрып жеңіске жеткен. Сенбесеңіздер, интернеттен қарап білулеріңізге болады. Орбұлақ шайқасы жайында және де басқа да тарихи оқиғаларды бұл каналда айтып береді. Тарих жайында каналдар көп. Неге дәл осы канал деп сіздер менен сұрауларыңыз мүмкін. Себебі тарих марих канал тарихты жеңіл, оңай, заманауи әр қызықты қылдырып баяндап береді. Мысал ретінде сол каналдың видеосының үзіндісін тамашалайық. Қазақ хандығының құрылуына шамамен 250 жыл қалған кез. Шыңғыс хан. Қазақ хандығының құрылуы тікелей онымен байланысты. Шыңғыс хан көптеген елдерді жаулап алды. Соның ішінде түркі тілдес елдер де болған. Олардың көбі бүгінгі Қазақстан территориясында тұрып, болашақта қазақ халқының негізін қалаған. Енді біз көп болдық, моңғол болдық. Енді біз бәріміз моңғолмыз. Мәңгілікке. Тәке, кешіріңіз, бірақ сіздің ұрпақтарыңыз қазақ болады. Бұл қалай? Жайланып отырыңыз. Қазір бәрін түсіндіріп берем. Айтып кеткенімдей, Шыңғыс хан көптеген елдерді жаулап алды. Бірақ бір күні ол да көз жұмды. Балаларым, әкетай, көке, папа, аха, мен осы өмірден қайтып барам. Сендерге жерлерімді аманат еттім. Бірақ барлықтарына емес, тек қана бірінші әйелімнің балаларыма. Канал екі тілде жүргізіледі, орысша және қазақша. Және де басқа да қызықты сұрақтарға жауап іздейді. Бәрімізде қазақтар 300-ден тұратынын білеміз. 300-ге бөлінбейді, 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Неге дәл солай аталды дейсіз бе? Бұл қазақ тарихындағы ең қиын сұрақтардың бірі болып келеді. Және нақты жауап әлі берілген жоқ. Алайда мен сіздерге түсіндіріп кетуге тырысайын. Бастайық. Назар аударыңыздар. Егер де комментарияларда ойба, менің руым күшті, менің жүзім басқаларға қарағанда мықты, по идее біз бәрін тартып жүрген, анау, мынау деген пікірлерді тапсам, оларды жоямын. Бұл видео тек жаңадан білім алып, демалуға арналған. Ал соңында шығарылымның түп мағынасы айтылады. Сол үшін ұрсыспай ләззат алайық. Елді ояту үшін тарихты ояту керек деген сөз бар. Сондықтан тарихымызды білу қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Екіншісі құлақ сал канал. Бұл канал тек орысша тілде жүргізіледі. Бұл каналдың маған ұнағаны ол ақпаратты ұсынудың әдісі мен тәсілі. Это краткая история 30-летия независимого Казахстана о событиях каждого года, изменивших ход истории. В 1991 году Казахстан дал дерзкий старт своего пути. Давайте разберемся, что происходило в тот год, который предшествовал обретению нашей независимости. Итак, поехали! 1991 год. Первые шаги независимости.
1991 год. Суровые времена для всех членов Советского Союза. Страны Союза уже сами определяют свои дальнейшие векторы развития. Уже в преддверии независимости в Казахстане начинается движение перемен. Появляются первые независимые СМИ. Ұсынатын ақпараты әртүрлі. Арасында тарихымыз кездессе, көбінесе кең байтақ даламыздың ұлы және көрнекті тұлғалар жайында айтылады. Бұл каналдың басқа каналдардан ерекшелігі бізге жетіспейтін саяси білімді жеткізеді. Конституция Республики Казахстан. Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию. Именно такими словами начинается основной закон страны – Конституция. Основы правовой системы казахов были заложены еще в средневековых сводах законов, таких как Қасым ханның Қасқа жолы, Есім ханның Ескі жолы и Жеті жарғы Тауке хана. Первая же Конституция независимого Казахстана была принята в 1993 году. Бұл каналды кім жүргізетінін білмеймін, және бұл мемлекеттік бағдарлама ма, бірақ құлақ салуға тұрарлық. Аве Адикус. Бұл жігіттің видеосын көрмесеңіз де түрі сіздерге таныс болуы мүмкін. Себебі қазіргі таңдағы болып жатқан актуалдық және де алаңдататын жаңалықтарды ашық айтып жеткізеді. Көкірегі ояу, елім, жерім деп жүрген намысты жігіт. Сондықтан бұл жігітке біздің қолдауымыз керек. YouTube желісінде видеоға лайк басып тіркелетін болсаңыз, онда басқа да көрермендерге ол видео рекомендациясына шығуына ықтималдығын көбейтеді. Бұл жерде бәрі сыбайлас байланыста. Басқалардың да көздерін ашып көкіректерін ояту үшін себепкер болу сіз үшін қиын емес. Тек қана мышканы апарып, лайк деген кнопканы бассаңыз жетеді. TikTok'тағы хайп үшін бір жерін сатқандар мен Instagram'дағы жеңілтек қыздарға қарай бергенше уақытымызды расымен пайдалы нәрсеге бөлейік. Және сіздерге бір нәрсе айтуға ұмытып кеттім. Егер сіздер менің каналымда бірінші, екінші және үшінші видеоны көрген болсаңыздар, онда сіздер менің гардеробымда қандай киім бар екенін білесіздер. Көңілді жүрейік, ағайын. YouTube желісінде кездескенше. Хош және сау болыңыздар. Сау!